армысыздар тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Аяқталмаған ертегі. Авторы Нұрғали Ораз. Өмір ертегі емес, ертегі өмір емес. Сөйте тұра жер бетіндегі миллиардтаған адамдар мына өмірдің ертегіге айналғанын қалайды. Бар өкініштің басы да міне осыдан басталады. Өйткені олар өздерінің адасқанын түсінгенге дейін ертегіге айналғысы келмей қасарысқан қайырымсыз тіршіліктен түңілумен болады. Ал түсінген кезде бәрі кеш. Елес қуып, ертегі әлемді аңсап жүріп, өмірден өткен әрбір адамның кеудесінде аяқталмаған бір-бір ертегі қалады. Ол өздерімен бірге қабірге түседі. Ақылды адамдардың артықшылығы да сол. Ертегі аңыздағы болмыстан нақты тіршіліктегі болмысқа тез көшу керек екендігін ерте ұғынатындығында болса керек. Бұл оның жасы 40-қа толғанда өзгелер үшін емес, өзі үшін ашқан жалғыз жаңалығы еді. Ол кейде оңаша қылғанда, ойпыр-ай, осы бір қарапайым ақиқаттың өзіне жету үшін қаншама жыл өмір сүруім қажет болған, деп таң қалатын. Енді міне адырдағы алдамшы сағымдай құр елеске ұмтылып, алданбайтын қытымыр қожайындай қысыр қиялға қызметші боп жалданбайтын өмір белесіне шығып алып, екі қолын артына қайыра ұстап, арлы-берлі асықпай аяңдап, жайбарақат қыдырыстап жүргендей сезінеді өзін. Қысқасы, түс ауа қызметінен қайтып келгеннен кейін, ол қолындағы қоңыр түсті портфелін кіреберістегі оң жақ бұрышқа қойып, жағасымен жеңі қырқыла бастаған сұр плащы мен кепкасын шешетін де, көшеде келе жатқанда кездейсоқ ойына орала кеткен асқақ арман, биік мақсаттар жайлы ойлары болса, бәтіңкесімен бірге босағада қалдырып, шай қайнатып ішу үшін ас бөлмеге кіретін. Немесе өзінен сәл кеште оралатын, әйелін күтіп балалармен бірге теледидар көріп отыратын. Кешкілік қоңыр тумбаның үстінде тұрған ақ телефон кенет ұмытқан нәрсесі есіне түскендей баж ете қалды. Ол диванда шалқасынан түсіп газет оқып жатқан болатын. Осы үйден менен басқа да тірі жан бар шығар деп оймен селт еткен жоқ. «Алло», деді трубканы алған әйелі еріне үн қатып. «Иә, сол кісінің үйі. Рахмет, аманбыз. Иә, айта берсеңші, енді кім керек еді сізге? Үйде? Мүмкін болғанда қандай?» Сосын залдың есігін ашып, күйеуінің газет оқып жатқан тұңғыш рет көріп тұрғандай таңдана қарап сәл кідірді де, «Сені бір әйел телефонға шақырады», деді әлденеге түсінбегендей иығын қиған еткізіп. Ол аяғына тәпішкесін іліп, телефонның жанына барғанша бірер минут уақыт өтті. «Иә», деді әдеттегі алуыны жақтырмайтын әдетімен және өзінің қазақ екендігін бірден подчеркивать етіп. «Алло, бұл Сағындық па екен?» Ар жақтағы әйелдің даусы бұдан да өткен қазақы боп шықты. «Мені таныған жоқсың ба?» Бұл кім болды екен? Ауылдағы жеңгелерінің бірі емес пе? Иә, деді ол күмілжіп. Даусыңыз біртүрлі таныс сияқты. Мен Раушанмын ғой, деді әйел мұның бірден тани қоймағанына сәл абыржып қалғандай үнмен. Ұмытып қалғансың ба немене? Қай Раушан? Баспа жақтағы ма? Деді ол ішінен бір таныс Раушанды есіне алып. Бірақ оның даусы тас жаратын сияқты еді. Әлде басқа жақтағы ма? Сөйткенше болған жоқ. «Алтынбекова Раушанмын ғой», деді оның өзі көмекке келіп. «Ауылдағы ше, енді таныдың ба?» Танығаны сол, қолындағы трубкасы сусып түсіп кете жаздады. Апырай, арғы жақтағы дауыс, «Әлу, мен әлгі портфелі жоқ әйел міністрмін ғой», десе бүйтіп таң қалмас еді. Ал мынау Алтынбекова Раушан. Құдайым-ау, басқа Раушанның өзі телефон соғады деп кім ойлаған? «Иә», дей берді ол сасқаннан басын қайта-қайта шұлқып. Енді таныдым. Иә, қалай, қашан келдің? Жаздан бері осындамын ғой. Ойпыр-ай, осы күнге шейін неге хабарласпағансың? Қыс түссін деп жатсың ба? Кім біледі, сен бізді енді менсінбейтін шығар деп. Пах, шіркін, жаңағы кім? Әйелің бе? Даусымды естіп шошып кетті ғой дейміз. Бұл қай жақтың жабайысы деп жатқан шығар. Айтса, айтаттай қайтеміз енді. Мақұл енді, көп уақытыңды алмаймын. Жай әшейін сәлемдесейін деп едім. Өзіңді көрмесем де даусыңды естідім. Сол жетеді маған. Оның үнінен әлде бір мұң аралас өкініш сезілгендей болды. Енді қалай хабарласамыз? Қайдасың қазір? Мұнда келгене біраз уақыт бопты ғой. Қай бір жетіскеннен дейсің?
Раушан біртүрлі өзінен өзі қымсынып тұрғандай. Сауда-саттық жасап жүрміз де, осындағы бір қайнымның үйінде жатырмын. Ол үйдің телефоны қалай еді? Қазір айтам. Ар жақта ол қасындағы біреуге қалай еді дегендей болды. Сосын әлденеге асыққандай боп, өзі тоқтаған үйдің телефонын егі қайтара айтты. Бұл жерде маған ешкім звондамайды ғой, осы үйдің номерін де білмейді екенмін, деді ақталғандай болып. Ал жақсы, басқа не айтамын? Келіншегің бостан-босқа күдіктеніп жүрмесін. Оған жай шейін бір танысым еді дей сал, мақұл ма? Енді ол кенет айыбы ашылып қалатын жандай ас үй жаққа жалтақтап, сәл мүдіріп қалды да, мен өзім хабарласамын, жарай ма? Кезек менікі, сау боп тұр, деді. Трубканы тұғырына қайта қондырып жатып, үлкен бір іске тәуекел еткендей, уф деп қалайша терең тыныс алғанын өзі де байқамай қалды. Ойпыр-ай, басқа Раушан хабарласады деп кім ойлаған? Өмір ертегі емес, ертегі өмір емес. Сөйте тұра, оның да өзгелерден жасыратын, баяғыда бала күнінде бірге өскен 2-3 досынан басқа ешкім білмейтін бір ертегісі бар еді. Ол өзі өте қысқа, әрі мұңлы ертегі болатын. Бұлардың ауылы темір жолдың арғы беті, бергі беті боп екіге бөлініп отырушы еді. Раушандардың үйі арғы бетте тұратын. Ол жақтың балалары мектепке келу үшін аспа көпір арқылы бергі бетке өтетін. Қызық, бір ауылдың осылай шартты түрде болса да, екіге бөлінуі адамдарға кәдімгідей әсер етуші еді. Содан байкен екі ортадағы темір жол олардың арасына қойылған мәңгілік шекара сияқты көрінетін еді. Бұлар 10-шы класста оқып жүрген жылы қыста Раушанға суық тиіп ауырып қалды да, біраз күн бойы сабаққа келмей жүрді. Үлгерімі ортадан сәл ақ жоғары, мінезі ұяң, тәртіпті қызды елеңдеп іздеген ешкім болған жоқ. Оның мектепте бар жоғы да білінбеді. 10 шақты күннен кейін сабаққа келгенде Раушанның өңі бозарып, жүдеу тартып, мойылдай қара көздері тұнжырап, біртүрлі есейіп кеткендей көрінді. Сол күннен бастап Сағындық оған ғашық болды. Жазда олар мектеппен қоштасу кешін өткізді. Ол кезде мектеп 10 жылдық болатын. Сағындық сол күні алғаш рет шампан ішті. Шараптың қызуы болар, бұрын байқамаған бір батылдық пайда болды. Жайшылықта қой аузынан шөп алмайтын момынтұғын. Ал мынау сиқырлы шарап оның сол ауыр мінезін әп-сәтте жеңілдетіп жібергендей. Рахат. Бүгін мен сені шығарып саламын, деді ол Раушанмен билеп жүріп. Рахмет, біздің жаққа қайтатын қыздар балдар бар ғой? Жоқ, екеуміз оңаша кетеміз. Ұят емес пе? Деді Раушан басқалар естіп қоймасын дегендей сыбырлап. Оның бұл қылығы Сағындықты одан сайын батылдандырып жіберді. Ұят емес, деді масан күйде басын шайқап. Не істесек те, қалай жүріп тұрамыз десек те, өз еркімізде. Енді солай. Раушан оның сөзіне ақырын ғана езу тартып, жымиып қойды. Екеуі іште у-ду болып жатқан қыздар балдардың арасынан сытылып шығып, сыртқа беттегенде түннің бір бейуақ мезгілі болып қалғанды. Әдетте адамдар осындай той-томалақтан қайтқанда, не бір түн қатып суыт жүргенде болмаса, қараңғылық шамылған әлемнің кепіне назар сала бермейді ғой. Әйтпесе оның да жалғыздығын түсінер еді. Мына түн қиял ғажайыпқа толы сиқырлы әлем сияқты болып көрінді. Иә, бұл олардың күнде көріп жүрген әлемінен мүлде бөлек. Өйткені бұл күн патшалығы емес, ай патшалығы. Ал анау жұлдыздар болса, осы ғажайып патшалықтың сиқыршылары. Олар түн қатып сапарға шыққан жолаушылардың, түн жамылып қол ұстаса қыдырған ғашықтардың, бейуақта ұйқысы қашып сыртқа шыққан қарттардың жүрегін сиқырлайды. Олар темір жолдың арғы бетіне өтіп, түні бойы шамдары самаладай жарқырап жанып тұратын станцияның арт жағындағы бір топ қарағаштардың тасасына келді. Бұдан бұлай мәңгілікке бірге болайықшы, деді ол үнсіз көніп тұрған қызды құшағына қысып. Раушан оның құшағына тығыла түсіп, ақырын ғана басын изеді. Ей балалығы-ай десеңші. Мәңгілік өмірдің тұтқасы өз қолдарында тұрғандай соншалықты сенімді еді-ау сонда. Бәлкім сол балалық деген аңқау ұғым мәңгілік деген ұғымнан әлде қайда биік шығар. Кім білсін, солай. Әйтпесе бұлар сол кезде өздері соншама сенімді болар ма еді.
Ауылдың желке тұсындағы Жапатас деген биік жотаның ар жағынан бозарып атып келе жатқан таңның белгісі білінді. Рельстердің түйіскен жерін тексеріп жүрген теміржолшының анда-санда тық-тық еткен балғаның даусы анық естілді. Алыстан тұп-тұнық ауаны дірілдете шыңғырған тепловоздың ащы үні жетті. Станция маңындағы үйлердің бірінен соң бірінің есігі ашылып, күндегі әдеттермен қыбыр-қыбыр шаруасына кірісе бастаған адамдардың қарасы көрінді. Сөйтіп, мынау жарық дүние тынымсыз тіршілік түні бойы салтанат құрған ай патшалығының қара бояуын өшіріп, ағаш түбінде құшақтары айқасып тұрған қыз бен жігітті көзге шалынбайтын алып алақанымен бұлай ысырып тастап, алға қарай жылжып жүре берді. Міне, оның бүгінге дейін ұмытпай, жүрегінің түпкірінде сақтап келе жатқан қып-қысқа ғана ертегісінің бас аяғы осы еді. Әйелі әлде қашан ұйықтап қалған. Ал ол болса ары дөңбекшіп, бері дөңбекшіп, көз іліндіре алмай жатыр. Миллионнан астам тұрғыны бар мына қалаға түн жамылып сау ете түсетін ұйқы патшалығының сарбаздары бүгін оны байқамай өте шыққан сияқты. Өйткені әйел бала шағасын алып кетті де, бұның өзін жалғызсыратып, жападан жалғыз қалдырып кетті. Ол орнынан тұрып, ақ жолағы бар көгілдір түсті спорт костюмін киді де, аяғына ілген тәпішкесін сылп-сылп басып балконға шықты. Түнге қарай аздап тазаратын қаланың ауасы танауын қытықтады білем, рахаттана түшкіріп алды. Сосын аузын кере қарыс аша есінеп тұрып, соңғы 1-2 жылда пайда болған қозы қарнын алақанымен сипап қойды. Сол жылы күзде осы қаладағы университетке оқуға түсіп, ауылға көңілі алып ұшып қуанып барса, Раушан тұрмысқа шығып кетіпті. Бұл не сонда? Тағдырдың бұйрығы ма? Темір жолдың арғы бетінде ауылдан сәл оқшау, Жапатастың етегіндегі дөңестің үстіне салынған биік шатырлы, төңірегі тас дуалмен қоршалған еңселі үй болушы еді. Бірінен бірі өткен апайтөс, сақал мұрттары ерте темінбейтін бұйра бас, қоңқақ мұрын ұлдары көп болатын. Рең бітімдері қазақтан гөрі парсы жұртына көбірек келіңкірейді. Жалы күдірейген көкжал қасқырлар сияқты, шеттерінен айбат шегіп, ұрынарға қара таппай жүруші еді. Ауыл үйдің арасында ұрыс-керіс, төбелес, ұрлық-қарлық бола қалса, білегін сыбанып жіберіп үнемі солар араласып кететін. Аталары сонау бір заманда тағдырдың айдауымен қазақ даласының қиян түпкіріне парсы жұртынан жер ауып кеп қалғанда, осы жердің қызына үйленіп, қазақ арасына сіңіп кеткен. Сөйтіп, мұнда алыстан жеткен парсы қаны мен қазақ қаны араласып, бурқана тасыған асау өзендей бұрқырап, олардан тараған ұрпақ алай-дүлей толқындармен арпалысқан теңізшілердей қайсар, бір беткей қызу қанды боп туған. Қалай екенін кім білсін, Раушан сол үйге келін боп түсіп, түтінін түтетіп, шамын жақты. Ол аспанға қарап еді, түнде де бұлыңғыр түтінен айықпаған көк жүзінен сығырайып көрінген 1-2 жұлдызды ғана көрді. Ай көрінбейді. Ол мынау өз түтіне өзі тұншығып, бықсып жатқан қаланың аспанын тастап, басқа бір бөтен елдің тұнық аспанын жаулап алу үшін асығыс жорыққа аттанып кеткен сияқты. Апырау, мұным не менің? Деді ол ішінен өз қылығына өзі таң қалып. Ертең жұмыс, жатып дем алмайым ба? 23 жылдан бері көрмеген, баяғыда біреудің жары боп кеткен Раушанды ойлап, жас жігіт құсап қиялға батып, түн қатып тұрысыма жол болсын. Бірақ ойда жоқта келіп бас салған өткен күндердің елесі оны оңайлықпен құшағынан босата қоймады. Ұзақ жылдан кейін көрісіп, қайта-қайта маңдайынан иіскеп, басынан сипап, мауқын баса алмай тұрған секілді. Рас, ол ауылда анда-санда ат ізін салған кезде іштей әлдекімді іздеп, екеуінен басқа ешкім білмейтін құпия бір кездесуді аңсаушы еді. Арғы бетке барғанда не болмаса, сол баяғы станцияның алдында пойыз күтіп тұрғанда Раушанмен жолығып қалсам қайтерем? Бір-бірімізге не айтар ек? Ол баяғы өзім ұнатқан сүйкімді Раушан ба? Жоқ әлде мына алды жұмбақ, арты соқпақ өмір оны да өзгертіп жіберді ме деген сияқты ойлар көңіліне шырмауықша оратылатын. Сонау бала күнінде жүрегіне түскен шоқ әлі күнге дейін кеудесінде сөнбей, маздап жатқанын ол бүгін анық сезді. Тәйірі, Раушан екеуінің арасындағы махаббат деуге де келмейтін, болмашы ғана балаң сезім өздерімен бірге есейеді-ау деп кім ойлаған? Енді оның өздерімен бірге қартаятыны,
Жоқ, сол баяғы мәңгі жас қалпында бірге өлетіні анық. Обал емес пе? Ол мынау өмір өзенінің ағысы қатты тұсына тап болып, асау толқындармен алса-алса қалжырап, ескегінен айырылып қалған қайықшыдай қауыр тіршіліктің ағынымен далбасалап ағып бара жатқан дәрменсіз жанның жүрегінде махаббатқа да орын қалады-ау, деп мүлде ойламаушы еді. Сөйтсе, мына жалғанда тірі пенденің көңілінен ешқашан өшпейтін сиқырлы үміт шамы секілді алғашқы нәзік махаббат та ертегідегі лағыл тас сияқты құдіретті болады екен. Әйтпесе, бұл түн жамылып, тәтті ұйқыдан безіп, әйел бала шағасынан бөліктеніп, бейуақта жападан жалғыз неге тұр? Ертегімен, арманмен, мақсатпен қоштасқан адам. Өмірдің ертегі емес екенін, арманның орындалмайтынын, мақсатына жете алмайтынын түсінген адам. Жалғасы бар. Құрметті тыңдарман, қазақша арнамның дамуына қолдау көрсетіп, лүпіл мен қоңыраушаны басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Рахмет.